Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге адам ағзасына өте пайдалы қызыл ірімшіктің рецептісін көрсетемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз және де бір қайнатып аламыз. Мінекей қайнап бастады біздің сүтіміз. Осы қайнап бастаған кезде біздің айранымызды құямыз. Осылай қайнап шыққаннан соң біздің сүтіміз іри бастайды. Міне осындай іртіктер пайда болады. Сол кезде астын өте баяу отта бетін жауып 2 сағаттай қайнатамыз. Біздің 2 сағат уақытымыз өтіп шықты. Біздің ірімшігіміз осылай қызыл түске айналған кезде қантымызды қосамыз. Қантымызды шамалы араластырып жіберіп, тағы да бетін жауып 2 сағаттай қайнатамыз. Мінекей достар, біздің қызыл ірімшігіміз дайын болды. Осылай сүзіп алып, марлыға немесе менкінде осындай арнайы ыдыстарыңыз болса, сүзіп алсаңыздар болады. Қасықтың көмегімен әдемі формаға келгенше шамалы тегістеп жібереміз. Үстіне тарелкамызды қойып, оның үстіне шамалы ғана ауырлау затты қойып, бір түнге қалдырамыз. Мінекей біздің бір күніміз өтіп шықты. Алып ірімшіктерімізді бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Достар, біздің қызыл тәтті ірімшігіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте пайдалы, өте дәмді ірімшіктердің бірі болып саналады, сондықтан балаларыңызға жасап беріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймын, келесі видео рецепті кездескенше астарыңыз дәмді болсын.